Басымнан өткен оқиғаны баяндайын. Ұрысыңыздар, сөгіңіздер, бірақ шешім қабылдауға көмектесіңіздерші. Ханым, бір ауыз кеңес айтыңызшы. Күйеуіммен арамыз үйленгелі онша болмайтын. Ата-ененің қолында 5 жыл тұрып бөлек шықтық. Күйеуім қалай қалаға келді, солай жүріс жасады. Көзіммен көрмедім, бірақ жаман сезетінмін. Дәлелім болмаған соң қоя салатынмын. Ұстап алдың ба? Қане деп бетіме бажыраятын. Күйеуім ішпесе жүріс жасамаса жақсы, балаларының ақшасын аямайды. Төсек жағына келсек, 2 әйелді сыққым келеді деп миымды жейтін. Бөлек кеткенде енеммен қатты сөзге келіп, итте болып ұрысқанбыз. Әлі қолыма келесін деп айтқан. Күйеуім не десе де көніп, енеме бармас үшін бәрін жасап жеткізетінмін. Күйеуім бірақ бағаламады. 2-ші әйел әкелемін, екеуміз боламыз деп қоймаған соң келістім. Алып келген әйелі жас қыз, менен 10 жас кіші, жәлептер сияқты киініп алған. Содан үшеуіміз жыныстық қатынасқа түстік. Бәріне күйеуім үшін көндім. Күйеуім жатқыз қойып бірінші екеумізді астымызды ұстап қоздырды. Кейін кезек-кезек тоңқайтып мүшесін салды. Мен шыдай алмай бөлмеден шығып кеттім. Сол қатынмен 2 рет болып ақтер көктер болып шықты. Күйеуім екіншіде аузына көтіне істедім деп ырза болды. Сонымен ол қыз кетті, біз жатып қалдық. Күйеуіммен қатты жеркеніп кетіп, қазір көп ойлана берем. Жүрсем де өзімен өзім сөйлесіп, неге келістім деп шынданып жүремін. Басым жасамай қалды ма білмеймін. Күйеуім тағы қайталайық, қалай қарайсың деп айтып қояды. Жоқ десем, неге, ұнамады ма? Бәріне жетемін мен деп ыржияды. Ешқайда кете алмайтынымды білген соң басынады ма, қайтадан болайық деп қоймайды. Қалаға келгелі бұзылып жүр, ақшаны жақсы табады. Бірақ жаңағыдай 2 қатынмен болғысы келеді. Болып жатқан соң, сочная попочка деп көтеріміз салыстырады. Қайтадан енемнің қолына барғым келмейді. Қалада қалсам, күйеуім бұзылып бара жатыр. Жасырын бозда шығарасыз ба, ақыл айтыңыздаршы өтініш.